Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын, отта дайындалатын керемет тағаммен істермен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Біз ең бірінші ошағымызды, қазанымызды тазалап, жуып дайындап аламыз. Кейін тауық етімізді алып, бірнеше бөліктерге бөліп, табамызға салып маринаттайтын боламыз. Бізге ол үшін тұз, паприка, және қызыл бұрыш, қара бұрыш, майонез және де сарыағаш, газдалған сарыағаш суы қажет болады. Осының барлығын қосып, жақсылап араластырып, сарыағашымызды құйып, 2 сағатқа маринаттап қоятын боламыз. Осы тағамның майына батырып жеу үшін біз бауырсағымызды, нанымызды бастыратын боламыз. Кейін отымызды жағып, үстіне майымызды құйып, майымызды әбден қыздыратын боламыз. Қызған майымыздың үстіне осылай картоптарымызды біртіндеп салып, жақсылап қызартып қуыратын боламыз. Төрт минут сайын картоптарымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Өйткені картоптарымыз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Неге картоптарымыз ошақта қызарып, жақсы болып пісті. Енді картоптарымызды бөлек салып алатын боламыз. Осы картоп піскен майымызға маринатталған тауық етімізді салып, оларды да жақсылап 10 минуттай қуырып алатын боламыз. Ошағымыздың астындағы оты қатты болып кетпеуі керек. Отымыз сөніп қалмау үшін осылай ағаш шалып, жақсылап баппен пісіретін боламыз. Мінекей тауық етіміз жақсы болып қуырылды. Осы қуырылған тауық етіміздің үстіне қызыл картоптарымызды салып шығатын боламыз. Осылай картоптарымызды салып болғаннан кейін бауырсақта рецептісімен жасалған күлшелерімізді бетіне қоятын боламыз. Бұл кейін бізге осы тағамның майларына батырып жеуге қажет болады. Ол өте дәмді болып шығады және де шикі болмайды. Мінекей дайын болған тағамдарымызды табамызға түсіріп алатын боламыз. Баяу отта былбырап, жақсы болып пісіп шықты. Жай баяу отта отын қатты қоймай 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей отта піскен картоплымызда, қамырымызда өте керемет болып пісіп шықты. Кешкі асқа дайындауға, кез келген қонаққа дайындап ұсынуға өте керемет тағам. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.